Каналыма қош келдіңіз. Бүгін осындай кәдіден икра дайындаймыз, яғни кабачковый икра. Соның рецептімен сіздермен бөлісетін боламын. Магазиндегі икралардан 10 есе артық деп айта аламын. Осындай түсі қанық, өте дәмді болып шығады. Нанға қосып жесеңіз де, кез келген тамаққа қосып жесеңіз де ерекше дәм береді. Кабачкидің кез келген сортынан жасасаңыз болады. Менде бүгін осындай сорты. Ең алдымен пиязды, сәбізді, кабачкиді барлығын сыртынан аршып, жуып тазалап аламыз. Пиязды осындай қатты сақтамай, орташа көлемде турап аламыз. Бүгін мен рецепт түсіру мақсатында осылай аз ғана дайындап жатырмын. Сәбізді де қатты сақтамаймыз. Осындай соломка етіп турап аламыз барлығын. Барлығын жақлап турап алғаннан кейін плитамызға осылай ыдысымызды қойып, сұйық май құямыз. Майымыз сәл қыза бастаған кезде үстінен туралған пияз бен сәбізімізді саламыз. Осылай екеуін бірге сала береміз. Біз қатты қуырмаймыз, себебі сондықтан пияз бен сәбізді бірге саламыз. Барлығын салып, осылай бір рет араластырып, бетін жауып қоямыз. Енді барлық кабачкилерімізді турап аламыз. Таза кастрюль алып, соған барлық кабачкиларымызды саламыз. Кабачкидің орнына асқабақ қолдансаңыз да болады. Асқабақпен де өте дәмді болып шығады. Міне барлық кабачкилеріміз турап болдық. Үстінен осылай кішкене су құйып, астын төменгі отқа қосып, бетін жауып пісіреміз. Жайлап қуырылып жатқан пияз бен сәбізді арасында осылай қақпағын ашып, араластырып қоямыз. Кабачкилер 10 минуттай қайнаған кезде міне осылай кабачкидің артық суы бөлініп шығады. Бізге сол керек, осы артық судан арылуымыз қажет. Міне осылай қайнап шыққаннан кейін су бөлінеді, сол суды сүзіп аламыз. Міне пияз бен сәбізіміз дайын. Енді осыны кабачкидің үстінен саламыз. Жақсылап бір рет араластырамыз. Асты жабысып күймес үшін арасында араластырып қоямыз міндетті түрде. 10 минуттан кейін барлық дәмдеуіштерін қосамыз. Томат пастасын қосамыз, тұз қосамыз, сосын қант қосамыз. Содан кейін жақсылап жайлап араластырамыз. Міне байқасаңыз аздаған әлі суы бар. Сол суы тартылғанша 5-10 минут қайнатамыз. Қарап тұрасыз, жабысып қалмау керек, араластырып тұрау керек осылай. Пісіп дайын болып қалған икрамызды енді блендердің көмегімен толықтай еземіз. Барлығы біркелкі езілген масса болғанша осылай еземіз. Содан кейін лопаткамен осылай араластырамыз. Езілген, дайын болған икраны осылай лопаткамен араластырып көреміз. Егер сұйықтау болса, онда бір-екі рет жай отта бүлкілдетіп қайнатып аламыз. Менде сұйықтығы аз болғандықтан бірден уксусты қосып, осылай жақсылап араластырып, жай отта бір 5-10 минуттай ұстаймыз. Арасында осылай араластырып қоямыз, асты жабысып қалмау керек. Қақпағын жауып 5 минуттай бұқтырып аламыз. Міне икрамыз осымен дайын болды. Алдын ала стерильденген жуылған банкамызға ыстық беті икрамызды саламыз. Видео рецепт ұнаса лайк басып қолдай отырыңыз. Каналымда бұдан басқа да түрлі рецепттер бар. Арнайы кіріп көрсеңіз болады. Егер қысқа сақтайтын болсаңыз, осылай стерильденген банкаға салып сақтасаңыз болады. Қақпағын жақсылап жабамыз. Осымен кабачкиден жасалған икрамыз дайын. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Барлықтарыңызға ас болсын.